going to start, and please. Bir minut içinde başlayımız. Sonundağınızға жайғасуларыңызды сұраймыз. Okay, timely. Good morning, lady and Қайырлы құрметті панельге қатысушылар. Бүгінгі сессияға қош келдіңіздер. Инвестиция бойынша осы бытыраңқыланған әлемдік экономикадағы инвестиция тақырыбындағы бүгінгі сессиямызға қош келдіңіздер. Өзімді таныстырайын. Атым Айгүл Көшербаева. Мен академиялық зерттеу стратегиялық зерттеу институтының академиялық зерттеулер бойынша хатшымын. Бүгінгі сессиямыз өте қызықты болады деген ойдамын. Жаһандық сауда-саттық архитектурасы өзгеріп жатқан кезде әртүрлі экономикалық санкциялар, жеткізілім тізбектерінің бұзылуы, Орталық Азия секілді өңірлер өзін осындай мүмкіндіктер мен тәуекелдерге тап болады. Біз қазір бүгін стратегиялық бейтараптық өңірлік байланыс және ол инвестицияны қалай тартуға арқау болатын туралы айтатын боламыз. Мен бүгінгі сессиямызды қысқаша таныстыра отырып, бүгінгі құрметті панельдік сөз сөйлеушілер, баяндамашыларды таныстырудан бастайын. Абдулла Абдукадиров, Өзбекстан президентінің жанындағы стратегиялық реформалар агенттігінің директорының бірінші орынбасары Ян Чен, Шанхай академиялық жаһандық басқару университетінің атқарушы дәріс берушісі Константин Полунин, Boston Consulting Group компаниясының директоры және серіктесі Ерсилов Санакибаев. Бүгін біз Абдулла Абдукадировтен бастаймыз. Әр сөз сөйлеушінің 3 минуты бар. Бірінші панелистерімізден сөз сөйлеуден бастайық. Барлық қойылатын сұрақтар панельдік сессиялаушылар өздерінің сөйлеп болғаннан кейін сұрақ қойылатын болады. Сөз сізде, Абдулла Абдукадиров. Абдукадиров мырзаның презентацияны қоссаңыздар. Құрметті Астанаға келгеніме қуаныштымын. Шынында өте таң қалдым. Көрген нәрсеме әріптестерімізді көріп таң қалдым. Бұл жаһандық сын-қатерлер, біз оған қалай ден қоятынымыз туралы айтатын боламын. Ең алдымен мен қандай сын-қатерлер алдымызда күтіп тұрғанын туралы айтудан бастаймын. Ең алдымен бізде қазір әртүрлі өңірлік қақтығыстар орын алып жатыр. Олар бүкіл әлемнің қауіпсіздігіне қатер төндіріп жатыр. Екіншіден біз көріп тұрғандарымызда кейбір мемлекеттер өзінің ұлттық мәселелерін халықаралық қауымдастықтың есебінен шешуге тырысып жатқанын көріп отырмыз. Үшіншіден, санкция қауіптері. Алдын ала санкциялар, екінші санкциялар. Сосын сіз мысалға сіздің халықаралық серіктесіңізбен ұзақ жылдар бойы серіктесіңіз сауда-саттық жасағыңыз келеді, бірақ олар санкцияға тап болған. Осындай жаңа стандарттар болады деген секілді регуляторлық санкцияларды енгізу, бұл да сізге еркін сауда-саттыққа қол жеткізуге кедергі жасайды. Нәтижесінде әртүрлі геосаяси одақтастықтардың пайда болып жатқанын көріп отырмыз.
міне әртүрлі БРИКС, Шанхай деген секілді, Еуропалық одақ деген секілді, түркіш даму, түркі мемлекеттер ұйымы деген секілді мемлекеттер осы өздерінің қолындағы барлық мүмкіндіктерді қолданып, қандай да бір жолмен осындай шектемелердің алдын алу, одан асып өту жолдарын іздеп жатқанын көріп отырмыз. Сонымен қатар ресурстар геосаяси актив ретінде қолданылуда. Олар ресурсты тек қана сауда-саттық активі ретінде ғана емес, сонымен қатар геосаяси актив ретінде қолданып жатқанын көріп отырмыз. ақш пен Қытайдың арасындағы қарым-қатынаста сіз оны қарасаңыздар, Қытай жаңа регуляторлық шектемелерді енгізген, ол сирек металдарға қарсы, сирек металдарды қолдану бойынша тағы да бір мәселе, ол жаңа кибер қауіпсіздік мәселесі. Жасанды интеллект ол күннен күнге маңызды факторға айналуда. Ол әртүрлі адамдардың ойларын, сонымен қатар адамдар әртүрлі мемлекеттерге қысым көрсетуде. Олардың әртүрлі топтарды, мемлекеттерді демонизациялау арқылы қауіп төндіруде. Осының барлығы үлкен қауіп төндіруде. Осыған қатысты, осы мәселелерге қатысты орталық Азия мемлекеттер қалай ден қояды, қалай шешеді деген сұрақ туындайды. Үш мәселе бар: саяси, экономикалық және әскери. Саяси ден қоюға келетін болсақ, біріншіден өңірлік бейбітшілікті сақтау. Біз өңірлік бейбітшілікті сақтадық, оны біз табысты түрде іске асырдық. Біз сұраймыз, біз провокациялық болғаннан гөрі біз барлығына теңдестірілген саясатты сақтауға тырысып жатырмыз. Біз барынша бейтарап болу, бұл біз үшін үлкен күрделі мәселе. Өңірлік мүдде ол өте маңызды, ең басты басымдық. Біз оны барлығымыз есте сақтауымыз қажет. Барлығы айтады, үлкен алпауыт мемлекеттер сирек металдарды табуға мүдделі дейді. Біздің бұған қатысты жауабымыз қандай? Біз Қытай секілді жасасақ болады. Біз нарыққа, сирек металдарды жаңағы заманауи технология айырбастасақ болады. Осы басқа мемлекеттерде, орталық Азия мемлекеттерде, тіпті Ауғанстанда осы тәсілді қолданса болады. Сонымен қатар өңірлік ынтымақтастықты да күшейтуіміз қажет. Сонымен қатар энергияны қолдануға қатысты, су ресурстарына қатысты біз ықпалдастықты күшейтуіміз қажет. Біз сонымен қатар жергілікті мұраларға, жергілікті құндылықтарға көңіл аударуымыз қажет. Біз мүддеге негізделген одақтастықтарды құруымыз қажет. Идеологиялық құндылықтарға емес, мүддеге негізделген одақтастық құруымыз қажет. Экономикалық ынтымақтастық барынша ұзақ мерзімді ниетпен болу қажет. Біз көбінесе өңірлік басымдықтарға көңіл аударуымыз қажет. Барлық мемлекеттерге қарайтын болсақ, біз осы мәселелердің барлығын қалай ден қоямыз, қалай шешеміз деген ойды бірлесе ойлауымыз қажет. Біз бір-екі жобаны ғана іске асырмауымыз қажет. Біздің экономикамыз әртараптандырылуы тиіс. Олар біздің экономикаларымызды толықтыру қажет. Біз бәсекелестіктің орнына бір-бірімізді толықтыра аламыз. Осындай ынтымақтастық тұрақты болса, біз сонда ғана біздің бірлескен құндылықтарымызға сәйкес біз өрлейтін боламыз. Біз өңірлік сын-қатерлерге біз бірлесе отырып ден қоя аламыз. Жеке-жеке емес, бірлесе отырып. Әрбір іс қызметте біздің күш-жігерімізді біріктіру өте маңызды. Сонымен қатар біз ортақ мүдделерімізді ұлттық мүдделерден гөрі жоғары қоюымыз қажет.
әскери жағынан келетін болсақ, біз осы мемлекеттеріміздің арасында әскери саладағы ынтымақтастығымызды күшейтудеміз. Біз осындай бұл бағыттағы әскери технологиялар дамыту бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Қазіргі сәтте бұл саясат бізде белгілі бір заңнамалық мәселелер бар. Біз кез келген сын қатерге, кез келген қауіп қатерге біз оған жауап қатуға дайын болуымыз қажет. Әскери ынтымақтастықта өте маңызды. Тағы да басқа қандай құндылықтар бар? Біз ол туралы айтып жүрміз. Біз қадам қадаммен алға жылжуымыз қажет. Осы өңірлік біздің өңіріміз әлеуметтік жағынан да тең болу қажет. Сіз Душанбеге барсаңыз да, сіз басқа жерге барсаңыз да, сіздер адамдардың игілігі, тұрмыс тіршілігі бірдей болуы тиіс. Біз өзіміздің тарихымызға көңіл аударатын болсақ, адамдар емін-еркін саяхаттаған, ешқандай шекаралық шектеулер болмаған. Бізде осы жаһандық өзгерістерге біз бірлесе төтеп беруіміз қажет. Климаттық өзгеріс деген секілді экологиялық дағдарыстар, су мәселелері, логистика, көлік мәселелері, индустриялық даму, ол жергілікті ресурстарға негізделе отырып дамуы қажет. Біз континенттің ортасында орналасқанбыз. Егер жергілікті ресурстарға күн сүйенбесек, біз шетелден заттарды, өнімдерді сатып алатын боламыз. Біздің ұлттық ресурстарымыз таусылады. Сонда біз не жасаймыз деген, не істейміз деген сұраққа тап боламыз. Біз өзіміздің технологияларымызды, ұлттық дамуымызды ең басты басымдық ретінде қарастыруымыз қажет. Ұлттық сауда-саттық және индустрия, өнеркәсіп ол ең басты салалар. Біз ол бағыттарды әртараптандыруымыз қажет. Технология арқылы біз осы бағыттарды әртараптандыра аламыз. Біздің болашағымыз сонда ғана тұрақты, жарқын болады. Біз қысқа мерзімді ойлардан гөрі ұзақ мерзімді ойларға көңіл аударуымыз қажет. Өзбекстанда жағдай жақсы болса, Қазақстанда да жағдай жақсы болады деген ойда болуымыз қажет. Рахмет. Рахмет сізге, Абдықадыр мырза. 8 мен жеткілікті болмауы мүмкін. Сіздің сөзіңізде ең басты сұрақ, біз осы халықаралық стандарттарға сәйкес біз дамуды қамтамасыз етуіміз қажет. Осындай жағдайда халықаралық инвесторлар тұрақтылыққа, осындай әртүрлі тұрақсыздыққа қарамастан күшімізді біріктіру өте маңызды. Енді сөз кезегін Янчен мырзаға бергім келеді. Көп рахмет мені шақырғандарыңыз үшін. Мен үшін осындай үлкен мәртебелі конференцияда сөз сөйлеу мен үшін үлкен мәртебе. Қытай мен Орталық Азияның ынтымақтастығы туралы айту қызықты тақырып. Біздің кешегі Қазақстанның стратегиялық зерттеу институтының сөзін тыңдадық. Олардың сонымен қатар цифрландыру туралы Қазақстандағы әртүрлі біз өзіміздің ынтымақтастығымызды дамытуымыз қажет. Бұл саладағы бұл Стив Джобс 2007 жылы алғашқы смартфонды ұсынғаннан бері соңғы 18 жыл ішінде адамзаттың әлем жылдам, әлем терең секілді, әлем ақылды деген секілді фильмдерден кейінгі ең жоғары әлеуметтік формат туралы қиял дами бастады. Осы уақытқа дейін адамзат қоғамнан анықтаған өнеркәсіптік революциялар көміртегіге негізделген парадигманы белгіледі. Дегенмен жасанды интеллекттің қарқынды дамуымен адамзат қазір бұрын-соңды болмаған жаһандық трансформацияға көміртегі дәуірінен кремний дәуіріне көшуге түсті.
және бұл өте Қытай және орталық Азияның ынтымақтастығы күшею қажет. Бұл ортақ мүдделерге, географиялық ортақтыққа негізделуі тиіс. Географиялық тұрғыдан үш өлшемді қамтиды. Қытай Шанхай ынтымақтастық ұйымынан құрылымы, Қытай орталық Азия арасындағы кеңірек аймақтық серіктестік және орталық Азияның жекелеген елдермен екіжақты қауымдастықтары. Және біз мазмұн тұрғысынан үш деңгей бар. Экономикалық қауымдастық, ортақ жауапкершілік қауымдастығы, тағдырлас қауымдастық, Қытай орталық Азия саммиті, Қытай орталық Азия ынтымақтастық хатшылығы. Және Қытай орталық Азия арасында ынтымақтастық айтарлықтай жетістіктерге жеткенімен өзгеріп жатқан жаһандық жағдайға жаңа қадамдар талап етеді. Солардың ішіндегі ең өзектісі Қытай орталық Азия цифрлы интеллектуалды орталық болашақ қауымдастығын құру. Бұл бағытта Қытай орталық Азия елдері үшін сенімді стратегиялық серіктес бола алады. Технологиялық көшбасшылық. Қытай жасанды интеллект саласында ақш-пен қатар әлемдік технологиялық держава болып табылады. Осы салада салыстырмалы артықшылықтарға ие. Ашық ынтымақтастық. ақш-пен салыстыратын болсақ, Қытай бір қатар дамуда. Сонымен қатар екінші ашық ынтымақтастық. Қытай ашық әрі инклюзивті халықаралық серіктестікке басымдық береді. Жасанды интеллект саласында халықаралық қоғамдық игіліктерді ұсынуға міндетті. Үшінші теңгерімді ұстаным. Қытай даму мен қауіпсіздікті үйлестіруге басымдық береді. Сондай-ақ орталық Азия елдерінің цифрлық егемендікке қатысты алаңдаушылығын құрметтейді. Тағы да басқа мәселелер. Төртінші бәсекелік артықшылықтары. Халық саны аз орталық Азия елдері дәстүрлі жұмыспен қамту құрылымына айтарлықтай әсер етпестен, жасанды интеллект шешімдерін сынақтан өткізуге ерекше мүмкіндікке ие. Енді келесі қадамдар. Қытай мен Қазақстан мен және одан да басқа орталық Азия мемлекеттері жасанды интеллект саласындағы стратегиялық ынтымақтастықты тереңдетуге тиіс. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында жасанды интеллект дамуын ұлттық басымдық ретінде айқындауы екіжақты ынтымақтастықты дәстүрлі сауда, инвестиция, инфрақұрылымның тыс жаңа бағыттарға кеңейтуге жол ашады. Орталық Азия тұрақты дамуын қамтамасыз ету Қытай мен өңір елдері Қытай орталық Азия цифрлы интеллектуалды ортақ болашақ қауымдастығы бастамасын бірлесіп ілгерілету қажет. Бұл бастама Қытайдың жасанды интеллект саласындағы тәжірибесін, орталық Азияның деректерге бай экожүйесін және этикалық басқаруға ортақ адалдығын біріктіре отырып, ақылды дәуірде инклюзивті өсуді, өңірлік тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған. Осы құндылықтар бізді осы шекаралық ынтымақтастыққа әртүрлі бағыттарда еуропалық мемлекеттермен ынтымақтастықты ілгерілетуге мүмкіндік береді. Біз сонымен қатар дамушы мемлекеттерді осы ережелердің автор ретінде оларды қосуға міндетті. Жерсеріктер біз бірлескен хабтарды, цифрлық хабтарды құруымыз қажет. Технология трансферттері арқылы біз орталық Азия мемлекеттерінің цифрландыру саласындағы әлеуетін арттыруға болады. Біз әрбір мемлекетке теңдестірілген мүмкіндіктерді ұсынуымыз қажет. Үшіншіден бізге цифрландыру саласындағы сауаттылықты арттыруымыз қажет. Біз арнайы бағдарламалар арқылы, тренингтер арқылы цифрлық сауаттылық саласындағы жұмысымызды жалғастыруымыз қажет. Біз белгілі бір тиісті бағдарламалар арқылы жасанды интеллектті қолдану, оның үшін жастар арасындағы жасанды интеллект саласын қолдану мәселесін дамытуымыз қажет. Жасанды интеллект саласындағы сарапшыларымызды да біз біріктіре отырып, олардың болашақ жастарға деген ментор болуына, білім саласында оны интеграциялауға мүмкіндіктерін қарастыруымыз қажет. Мысалға цифрлық ұлы жібек жолы гранттар арқылы біз осы жұмысын жалғастырсақ болады. Рахмет сізге осындай
кыска, мазмунда сөз сөйлөгөнү үчүн. Бир айткым келетини, сиздин бул өтө маңызды, себеби сиздин сессия сөзүңүз инвесторлар олар тек гана нарыкка деген кол жетимдүүлүктү гана издеп коймайды, олар сонун катар убакыт пен саясаттын үлес косады. Осындай пикирталаштар ар дайым болуп жүр. Мен энди келесі спикеримизге сөз кезегин бергим келет. Константин Полуний мырза. Мархабат, сөз кезеги сизде. Көп рахмет сизге. Сиз маган тагы 2 минут бердиңиз, косумча. Осы себептен мен барынча осы минуттун ичинде сөзүмдү сөйлөп чыгууга тырысамын. Мен үчүн үлкөн мартебе осындай форумда катышууга. Дос мырзаны уюмдастыруучуларга изге ризачылыгымды билдиргим келет. Мен Казакстанга, Астанага биринчи рет келдим. Мен өтө жиі осындай платформаларга катышамын. Мен осындай платформалардын тиимдилигине сенемин. Шунда да керемет иш-чара өтүп жатыр. Өз идеяларым менен бөлүшүүгө болот. Азыр мен Берлинде өмүр сүрүп жатырмын, Германияда. Бирок деген мен Казакстанга, Өзбекстанга саякаттаганды жакшы көремин, саякаттаймын. Менин бир байкайтыным, сол мемлекеттерде бир маселе баардыгына өзектүү. Инвесторлар осы маселени жиі козгайды. Биз консалтингтик компания ретинде олар менен тикелей акпалдасамыз. Бир сурак олардын баардыгын мазалайды. Сиздер Казакстан тууралуу не ойлойсуздар? Казакстанга, Өзбекстанга инвестиция куйганыбыз дурусбу? Кайда инвестиция койгон дурус? Казакстанда мунай газдан, минералдык ресурстардан башка не бар деген сектор суракка тап болот. Сонымен катар осы мемлекеттерде бола отуруп биз өзүмүздүн сол экономиканы калай таптандырабыз? Бул мемлекет эмнени билдирет? Биздин экономикамызды калай сапалуу түрдө жаксартабыз? Тек гана жеңил инвесторлорду гана тартып гана коймой, акылдуу инвесторлорду калай тартабыз деген ойга тап боламыз. Биз осылайша осы 4 мемлекетти зерттөөдө баштадык. Мен көптөгөн жаһандык инвесторлор менен сухбатташтым, банктер менен, каржылык институттар менен. 2 корутундуга келдим. Мен сиздер менен оны бөлүшкүм келет. Әлем жылдам өзгөрүүдө. Осындай өзгөрмелі әлемде бір факт бар, ол белгісіздік. Белгісіздік ол 2 жыл бұрын қалыптасты. Сауда-саттық саласындағы өзгерістер, көп тұрғандарыңыздай не өзгеріп жатқанын біз байқауға болады осы 2023 жылы. Әлемдік сауда-саттық дамып жатыр, өсіп жатыр. Ешкім білмейтіні, оның қалай өсетінін, қай бағытта өсетінін ешкім білмейді. Жасыл ол сауда-саттықтың өсуін көрсетеді, ал сары төмендеуін көрсетеді. Бұл көріп тұрғандарыңыздай қай аймақтарда өсіп жатқанын көрсетеді жасыл түс. Бұл BCG моделіне негізделген. Сіздер бұнда Орталық Азияны көріп тұрған жоқсыздар. Бұл нені білдіреді? Бұл Орталық Азия деген қайда? Келесі жылы біз сіздер басқа картинаны көретін боласыздар. Әлі күнге дейін өзгерістер орын алып жатыр. Бұл 1 жылдық көрсеткіштер ғана. BCG осы модельді әрдайым жаңартып отырады, өз инвесторларына санкцияларды ескере отырып, осы жылда басқа да факторларды ескере отырып, осы көрсеткіштің ішінде Орталық Азия қай жерде деген туындайды. Қазір санкциялардың белгісіздігін көріп отырмыз. Тағы бір сүйікті сөзіміз пайда болды, ол жасанды интеллект. Біз жасанды интеллектті қалай дамытамыз, жасанды интеллект Қазақстан үшін қандай құндылығы бар деген секілді ой туындайды. Сонымен қатар геосаяси аспект, сонымен қатар мұнда экономикалық даму да бұған қатысты.
әскери, сонымен қатар таныс ұлттық ықпал. Бұның арасында бұл жерде Орталық Азия, бұл жерде Қазақстан қай жерде? Біз Gen I туралы айттық, оған үлкен алпауыт мемлекеттер кірді, Қытай, ақш секілді. Қазір орта державалардың рөлі қандай? Олардың лайықты нәрсені қалыптастыруға деген рөлі қандай? Егемендікті сақтай отырып, бұл мұнда компьютер, энергия, деректер көрсетілген, капитал, адам капиталы. Біз Қазақстанның цифрландыру саласындағы күш-жігерін ескере отырып, бұл адамдар, бұл ғалымдардың жұмысының жемісі, көріп тұрғандарыңыздай, жасанды интеллект саласындағы осы таяу шығыстағы жасанды интеллект ғылыми жарияланымдар қатты өсуде. Көріп тұрғандарыңыздай, дамушы мемлекеттер, дамушы державалар бұл жерде мәселе жасанды интеллектті пайдалану ғана емес, бұл жасанды интеллектті дамытуға бағытталған күш-жігерлер. Инвесторлар Қазақстанды, Орталық Азияны 5 спекторлар арқылы қарастырады. Олар бір-бірімен қарама-қайшы. Ешкім Қазақстанның нарығы, қандай немен айналысатынын білу, түсіну шынында да өте қиынға соғады. Сонымен қатар смарт ақшалармен, қаражаттармен қатысты сын-қатерлер, бұл масштабтауға қатысты тәуекелдер, сонымен қатар ықпал күші, макрофакторлар, бұның барлығының себебі бар. Бұл жердегі мәселе масштабқа келіп тіреледі. Егер де сіз Орталық Азия мемлекеттерінің комбинациясын жалпы ішкі өнім бойынша осы макропараметрлердің барлығы, олар кім үшін маңызды? Олар масштабтау мәселесі ме? Бұл мәселе масштабтау мәселесіне тіреледі. Егер де сіз егер біз қысымнан басқа нақты экономикалық бірлестікті құру арқылы мен жаһандық масштабта бастаған болатынмын өзімнің жұмысымды. Және спагетти графигіндегі 1-2-3 жылды ғана уақытты ғана емес, сонымен қатар 5-10 жылдағы сіз әртүрлі сценарийлеріңіз болуы мүмкін. Олар әрқилы болуы мүмкін. Әр мемлекет өзінің тұрғысынан олар 3D картина секілді өздерінің жағдайын жақсартады. Ешкім ненің болып жатқанын түсінбейді. Ол себепті біз өте жеңіл құрылымды жасадық. Себебі біз әрбір осы мемлекеттерде инвестор болып табыламыз. Біз қалай сценарийді жасаймыз деген ойға кенелдік. Болашақ, осы өңірдің болашағы, ол әрине экономикалық, геосаяси қысыммен, геосаяси оқиғалармен анықталады. Бұл өңір, вакуумда емес, үлкен алпауыт державалардың жанында орналасқан. Бірқатар сауда-саттық саласында, өнеркәсіп саласында кедергілер бар. Егер біз алыс болашаққа ойлайтын болсақ, бұл өңірдің қалай дамитыны туралы 4 сценарий бар. Егер де сұраныс және тауарға деген сұраныс жоғары болса, біз Клондайк моделіне қайтып келейік. Егер де кедергілер одан әрі өссе, бұл өте қиын, күрделі, бұл инвесторлар үшін өте күрделі жағдай, себебі олар әртүрлі келісім шарттарды жасауы қажет. Менің уақытым азайып аяқталуға жақын қалды. Өзімнің сөзімнің қорытындысына келейін. Сіз осындай сценарийлер арқылы
Сіз олар сценарийлер тек қана инвесторлар үшін қана емес, ол себебі бұл сценарийлер сол мемлекеттің экономикалық саясатын, өнеркәсіп саласына әсерін көрсетеді. Осы модельдер инвесторлардың типін айқындайды. Осы инвесторлар осы өңірге келетін болады. Өңір шынында да қазір үлкен басымдыққа ие, себебі стратегиялық маңызы да зор. Көп рахмет сізге. Сіздің осындай біз бірқатар сұрақтарға дайындаған болатынбыз. Яғни сценарийдің модельдеріне қатысты сіздің презентацияларыңыз сценарийлеріңіз ол қызығушылық тудырады деген ойдамын. Қосымша сұрақтар тудырады деген ойдамын. Осы жерде дайын болуларыңызды сұраймын. Келесі спикеріміз Дастан Әкебаев мырза, сөз кезегі сізде. Қайырлы таң, құрметті қатысушылар. Ең алдымен Қазақстан стратегиялық зерттеу институтына зор ризашылығымды білдіремін. Оның ішінде Жандос мырзаға осындай керемет іс-шараға қатысу үлкен мәртебе. Мен спикер ретінде алғашқы рет сөз сөйлеп отырмын осындай форумда, және осындай мүмкіндік беріп жатқандарыңыз үшін зор ризашылығымды білдіремін. Мен тақырыбым ол қазақстандық бытыраңқыланған экономикалық саясат туралы, инвестиция туралы тұрақты өсімді қамтамасыз ету тақырыбы бойынша болады. Әртүрлі сын-қатерлерге қалай ден қою туралы, және осы сын-қатерлердің шешу бағытында қандай қадамдар қабылдауға болатыны туралы, сонымен қатар экономикалық мәселелерді талқылайтын боламыз. Сонымен қатар тариф, сауда-саттық, соғыстары, жеткізілім тізбегі деген секілді сұрақтарды көп естиміз. Оның кесірінен экономикалық өсімде баяулайды. Кейбір дамыған мемлекеттер олар өндірісті елге қайтару мен ұлттық қауіпсіздік ерекшеліктерін кеңейту шараларын күшейтуде. Яғни олар осы өндірістерді өздерінің мемлекеттеріне, өз жерлеріне қайтаруға тырысып жатыр. Яғни өз елдерінің өндірістерін қорғап жатыр десек болады. Оның нәтижесінде біз бұрынғы алдыңғы спикеріміз айтқандай жаһандық жеткізілім тізбегі бұзылып жатыр. Сауда және инвестиция ағындарын саяси және экономикалық тұрғыда ұқсас елдер тобына қайта бағыттап, көп жақты сауда жүйесінің құқықтық негізі әлсіреді. Европадағы жағдай, оның ішінде жетіспеушілік 58%-ды құрады, шетелдік инвестицияға деген жетіспеушілік. Бірақ жаһандық статистикаға қарайтын болсақ, дамушы мемлекеттер керісінше оларда осы тікелей инвестиция көлемінің өскенін байқауға болады. Мұндағы сыр не? Жаһанданудан өңірге көше отырып, орта державалар осы мәселелерге дамыған мемлекеттерге ғана тез ден қоюда. Өзімнің сөзімде бірқатар стратегияларды атап өткім келеді Қазақстанның. Осы презентация арқылы мен сіздердің сұрақтарыңызға тікелей жауап беруге тырысамын. Қалайша біз бұл бағытта жетістікке жетіп жатырмыз. Кілтті факторлар ретінде біз қауіпсіздікті, инвесторлар үшін жеңілдіктер беру, халықаралық стандарттар бойынша, сіздердің көбісіңіз білетіндеріңіздей, инвесторлар үшін ол қауіпсіздік және нарыққа деген қолжетімділік, ресурстарға деген қолжетімділік, сонымен қатар макроэкономикалық жағдайдың болжалдылығы. Осы жағдайда Қазақстан жаңа салық кодексін жасап жатыр. Ол келесі жылы күшіне енеді. Сонымен қатар инвесторлар үшін ашық
яғни анық жағдайды қалыптастырады. Цифрлық платформа ол жобаларда мониторингілеу процесін жеңілдетеді. Аққо сонымен қатар 85 елден 4030 компания жұмыс істейді. Олардың жиынтық инвестициялары шамамен 16,9 миллиард доллардан асты, яғни 17 миллиардтан асты. Бұл жаһандық қаржылық индекс бойынша Шығыс Европа мен Орталық Азияда бірінші орында. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобалары арқылы 13 миллиардтан астам жоба инвестиция тартуды жоспарлауда. Үкімет бұл бағытта инвестицияға өте басымдық беруде. Ал өңірлік ынтымақтастық шеңберінде бір белдеу бір жол бастамасы инфрақұрылым, металлургия, шикізатты өңдеу салаларына Қытай және таяу шығыс мемлекеттерін инвестицияға тартуда. Тағы бір танымал бастамалардың бірі Транскаспий халықаралық көлік маршруты және мультимодалды логистикалық хаб. Бостон консалтинг групп болжамы бойынша Қазақстан Орталық Азияда 170 миллиард әлеуетті инвестицияның 100 миллиардын Қазақстанға тарта алады. Бұл оның сенімді серіктес өңірлік өсім орталығы ретінде рөлін дәлелдейді. Инвестициялық климаттық ілгерілеу бойынша Қазақстан цифрлық лицензиялау басым жобаларға арналған жеделдетілген тетіктер арқылы реттеуді жеңілдетуде. Бұл реформалар тұрақты өсімге серпін берді. Соңғы жылда Қазақстан экономикасы 5%-дан жоғары өсіп келеді. Ал 2025 жылы жалпы ішкі өнім 6,3 болды. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Жалпы ішкі өнім биыл 330 миллиардтан асады деген жоспар бар. Бұл Орталық Азия экономикасының 60%-ын құрайды. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім 2024 жылдың соңында 14 мың доллардан асты. Сатып алу қабілетінің портреті бойынша 44 мың. Ол бүкіл әлемдегі ИМД индексі бойынша 34-ші орында, жаһандық күн тізбегінде 71 елдің ішінде 12-ші орында. Фискалдық тұрақтылық бойынша жалпы ішкі өнімнің 22%-ін құрайды, 61 миллиард немесе 33 миллиард. Бұл әлем елдеріндегі 78%-ның құрайды, 8%-ға төмен. Несиелік рейтингтер бойынша SPP стандарт сонымен позитивтік аутлук секілді біз болашақта да оның өсімін күтіп отырмыз. Fitching, BBB, BA де көрсетіп отыр. Тағы да басқа басымдыққа келетін болсақ, біздің басты стратегиялық құжатымыз ұлттық даму жоспары. Бұл бізге шетелдік инвестицияларды капиталға күшейтуге көздейді. Ал негізгі капиталға инвестициялар көлемін 2029 жылға дейін жалпы ішкі өнімнің 23%-ын жетуге тиіс. Қазір 139 белсенді жоба бар. 1149 белсенді жоба бар. Оның 416-сы биыл іске қосылды. Жалпы құны 138 миллиард долларды құрайды. Инвесторлардың көбінесе энергетика саласы, тау-кен, металлургия, агроөнеркәсіп, басқа жобалар, жасыл сутегі зауыты, полиэтилен өндіретін зауыт, интеграцияланған газ-химия кешені, сондай-ақ өндіру, өңдеу, тасымалдауды кеңейту. Нәтиже көрсеткенде инвестиция, біздің көршілеріміздің инвестициясы, Қытай инвестицияларының көбеюі 3 есеге өсті. Алғашқы 2025 жылдың бірінші жартысында 1,41 миллиардтың жетті. Соңғы 10 жылда Қытайдың жалпы тікелей инвестициясы 5,4%-дан 12%-ға өсті. Жалпы құны 17 миллиардтан 70 миллиардтан болатын 70 жоба іске асырылды. Бұл Қазақстанның инвестицияны тартуға деген тартымдылығының өсіп жатқанын көреміз. ЕБРД деректеріне сәйкес Қазақстан 13 инфрақұрылымдық жобаға қатысуда. Олардың құны 5,5 миллиард долларды құрайды. Соңғы
Қазақстан теңізге шығу мемлекеті, мүмкіндігі жоқ елдер арасында көлік инфрақұрылымына ең көп инвестиция салған мемлекет. 19 жоба, жалпы сомасы 8 миллиардты құрайды. Бұл көрсеткіштер жай ғана көрсеткіштер, және бұл Қазақстанның орталық Азиядағы ынтымақтастықтың қаншалықты тығыз екенін көрсетеді. Көрші мемлекеттермен достық қарым-қатынас, оның ішінде үлкен экономика, Қытай, Ресей секілді мемлекеттердің экономикасы. Бытыраңқыланған әлемде Қазақстан және орталық Азия елдері жаһандық серіктестері сенімге, инновацияға, ортақ өркендеуге негізделген болашақты бірге құруға шақырады. Осындай реформалар арқылы, ашықтыққа, адалдық арқылы біз төзімді әрі инклюзивті инвестициялық экожүйе қалыптастырып жатырмыз. Шығыс пен батыс, солтүстік пен оңтүстікті жалғайтын көпір бола отырып, Қазақстан және орталық Азия елдері жаһандық серіктестіктерді сенімге, инновацияға, өркендеуге негізделген болашақты бірге құруға шақырады. Осы уақытта мемлекеттер өз көзқарасы мен ресурстарын біріктіріп, тұрақты дамудың жаңа дәуірін қалыптастыру қажет. Осылайша серіктестік поляризацияны жеңе алатынын дәлелдейміз. Рахмет. Рахмет сізге, Дастан, сіздің осындай жан-жақты презентацияңыз үшін. Қазіргі жағдай бойынша енді біз бірқатар тағы да сөз сөйлеушілерге өтетін боламыз. Әр панелистің әрине көптеген сұрақтар қойылатын болады. Уақыттың жетіспеуіне байланысты біз бір-екі сұрақтан ғана қойсақ болады әрбір панелистке. Әр сұраққа 1 минут беріледі. Кейіннен біз аудиториядан сұрақ қойылатын болады. Бірінші сұрақ Абдулла Абдикадир мырзаға қойылады. Бірінші сұрағымыз: технологиялық даму бұл адамдардың арасындағы байланысқа әсер етіп жатыр ма, әлде керісінше пайда тигізіп жатыр ма? Технологиялық адамдардың арасындағы байланысты одан әрі күшейтіп жатыр. Орысша айтайыншы, себебі бұл сұрақ өте біздің аудиториямызда орыс тілінде деп ойлаймын. Технологиялық артықшылықтар, олар әрдайым пікір алмасу, әртүрлі тәсілдермен алмасу, ол әрдайым адамдардың арасында көбейіп жатыр. Дегенмен технологиялық артықшылықтар егер тек қана бір топтардың арасында шоғырланса, мемлекет туралы айтып отырған жоқпын, бұл қауіп төндіреді. Бұл топтар өздерін әлемнің басқарушысы ретінде өзін кейіп тандырады. Ол әлемге адамдардың құндылықтары, сонымен қатар осы құндылықтардың олардың көзқарасынша күш ол әділеттік. Мұнда үлкен қиындық тудырады. Көп рахмет сізге. Менің келесі сұрағым: өңірлік ынтымақтастық және су ынтымақтастық бойынша, IT жобалары бойынша олар жаһандық климат тұрақтылық мәселесіне қалай үйлестіріледі? Бізде су мәселесіне бойынша ынтымақтасамыз, біз 5 өзенді пайдаланамыз. Суды бөлу ол Чинжан қаласы. Біз осы 2 өзен және климаттың өзгеруі, қазір біз судың жетіспеушілігін көбірек сезіп жатырмыз. 10 жыл бұрын үлкен мәселе болмады. 3 жыл бұрын Алматы қаласында осы судың жетіспеушілігін қатты сезді. Қазірде Өзбекстанда да сол жағдай өзекті. Біз барынша тезірек суды үнемдеу технологияларына өтуіміз қажет. Оның ішінде ауыл шаруашылығы саласында, себебі ауыл шаруашылығы суды көп қолданады. Егер біз оған қол жеткізбесек, өңір ішінде да әртүрлі мәселелерге дағдарысқа тап болады, адамдар көшіп кетеді. Әрине, тиісінше адамдардың тұрмыс тіршілігіне тікелей әсер етеді, адамдар кетеді, өңірден басқа мемлекеттерге кетеді.
яғни жалпы алғанда өңір өзінің тартымдылығын, әлеуетін жоғалтады. Осы мәселелерге қатысты біз бірлесе отырып ынтымақтасуымыз қажет. Яғни сіздің сұрағыңызға жауап бере алсам. Менің келесі сұрағым Янче мырзаға. Қытай, яғни Орталық Азия және осы жасанды интеллект әлемі бұл қандай Қытай, Орталық Азия цифрлық қауымдастығын құру бойынша қандай сын-қатерлер бар, қандай мүмкіндіктер бар? Қалай екі тарап яғни жасанды интеллекттің бұл этикалық инновацияны қалай цифрлық егемендікті қалай қалыптастырады? Бұл сұрақ шында да өте ұзақ. Менің ойымша бұл қауымдастық, Қытай мен Орталық Азия арасында қауымдастық, ол өзара сенімге негізделуі тиіс. Ол ұзақ жылдар бойы біздің тақырыбымыз сенімді жандандыру деп аталады, бірақ сенім ешқайда кетпеді. Біздің арамызда сенім Кеңес одағынан бері бар. Осы Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылғаннан бастап біздің елдеріміздің арасындағы сенім шында да ешқайда кетпеді. Біз бір-бірімізді сенеміз. Екіншіден, Қытайда технологиялық жоспар технология саласында артықшылықтары бар. Ал Орталық Азия мемлекеттерінің алдында үлкен сын-қатерлер бар. Сіздің экономикаңызды модернизация жаңғырту бойынша үлкен сын-қатер тұр. Ұлт ретінде, өңір ретінде сіздер трансформацияға өтеп, цифрлық тұрғыда дамыған мемлекетке айналуларыңыз қажет. Екі супер держава бар, ол Қытай, яғни ақш. Біздің жолдарымыз ерекше, айырмашылығы бар, біздің тіпті стандарттарымыздың да айырмашылығы бар. Цифрландыру саласында, жасанды интеллект саласында және Орталық Азия мемлекеттері үшін оған дейінгі мультивекторлы тәсілге сүйену шында да қиын. Кейбір жағдайларда Қытай немесе ақш-тың тарапын таңдау қажет болады. Және таланттардың жетіспеушілігі көрінеді. Жасанды интеллект саласында, цифрландыру саласында, Орталық Азияда осының талантты, дарынды мамандардың жетіспеушілігі айқын көрінеді. Менің ойымша, біз бірлесе отырып көптеген жұмыс жасай аламыз. Бізде сенім бар да, осындай қауымдастығымыз бар да, біз болашаққа, ортақ болашаққа бағытталған қауымдастығымыздың көмегімен біз Қытайдың Орталық Азиямен саясаты, басқа мемлекеттердің саясатынан, осы өңірге қатысты саясатынан ерекше. Қытай Орталық Азияның автономиясын әрдайым мойындады. Біздің ортақ тарихымыз бар екенін біз түсінеміз. Теңдік және егемендік бұл ерекше маңызды, және Орталық Азия мемлекеттері үшін. Бұл бізге біздің қарым-қатынастарымызды дамыту, ортақ болашаққа талпыну. Біздің ортақ тарихи жолымыз бар. Біз оны оған сәйкес Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылды, ол ымыраға сәйкес құрылды. Біз осы тарихи жолды қолдансақ болады. Осы консенсус принципіне сүйене отырып, біз одан әрі жұмысымызға, болашақ дамуымызға, жасанды интеллект саласында ынтымақтастығымызға пайдалансақ болады. Сіздердің
Біріккен ұлттар ұйымында сіздерде вето құқықтарыңыз бар. Әне сіздердің цифрлық егемендіктеріңіздің болатынына біз кепіл бере аламыз. Тараптарды таңдауға қатысты орталық Азия мемлекеттері про батыс, про шығыс тарап ретінде көрсетпеу керек. Біз орталық Азиямыз, біз орталық Азияда болуымыз келеді, біз өзіміздің мүдделерімізді сақтағымыз келеді. Рахмет сізге, сіздің комментарийлеріңізге, ойларыңызға, сіздің осындай жан жақты ойларыңызға, жауабыңызға рахмет. Бұл өте тек қана басқа да дайындаған сұрақтарымызға жауап бердіңіз. Қандай кепілдемелер ынтымақтастықтың орталық Азия мен жасанды интеллект саласында ынтымақтастығы цифрлық құқықтарды қорғалып, бірлескен сенімге негізделетініне қандай кепілдер бар? Қандай тарапты таңдау қажет емес деген секілді батыстық бұл қытайлық саясат емес. Белгілі бір жағдайларда мүмкін сіздер таңдауларыңыз қажет, батысты немесе Қытайды, ал технология тұрғысынан екі бағыт бір-бірінен айырмашылығы бар. Философиялық тұрғыда біздің әрине орталық Азия, біз өзіміздің мүддемізді сақтауымыз қажет, өз жолымызды таңдауымыз керек деген секілді дұрыс. Бірақ белгілі бір жағдайларда ғана айтып тұрмын мен. Өте қызықты алып қосуыңыз. Әрине ішкі шектемелер бар, ішкі саясат бар. Ал осы тәжірибенің бұл көбінесе қаншалықты саясаттың тиімді болатыны, осы проактивті ынтымақтастықты ілгерілетудегі белсенділік туралы айтатын болсақ, осы орайда біздің келесі спикерімізге көшейін, сұрақ қояйын. Микрофоныңызды қоссаңыз. Құрметті Константин Полонин, сізге екі сұрағым бар. Мен сіздің баяндамаңызды оқыдым, сіздің бүгін ұсынған, және менің бір ойлағаным, шында да жан жақты бір көп деген сұрақтар бар, кедергілер бар өзіміздің. Мысалға, мен үшін, аналитик үшін мен көп деген сұрақтарды түсіндім. Оларды терең зерттеу қажет, қандай модельдерді қасында енгізуге болады. Ал сіздің бүгінгі презентацияңызға келетін болсақ, мысалға, осы тараптандыру мәселесіне келетін болсақ, мамандандыру мәселесіне келетін болсақ, мысалға, BCG есебіне сәйкес Қазақстан әлі күнге дейін осы ресурстық, шикізаттық салаға көбірек сүйенеді. Сұраныс өсіп жатқанына қарамастан, Қазақстан өзінің экономикасын қалай әртараптандыруға болады? Ауыл шаруашылығына қатысты бұл классикалық бір сұрақ болуы мүмкін, дәстүрлі сұрақ болуы мүмкін, бірақ мүмкін сіз бұған дейін осындай сұраққа тап болдыңыз ба? Сіздің өзіңіздің моделіңізді даярлау кезінде. Бәрі орыс тіліне көшкеннен кейін, мен де орыс тіліне көшейін. Біз сіздермен орысша сөйлейік. Сіз ағылшынша бастаңыз, біз орысша сөйлейік. Біз сұрақ қойыңыз. Ол сұрақтың жауабы жоқ, барлық жауаптар бағдарламаларда, жоспарларда, іс-шараларда айтылған.
Яғни Қазақстанда әртүрлі бағдарламалар бар, әртүрлі жоспарлар бар. Бұл жердегі мәселе не жасау керек, неге емес, оны қалай жасау керек деген сұрақ. Стратегия емес, стратегия түсінікті. Бір, екіде, үште емес, бұл жердегі мәселе орындау мәселесіне келіп тіреледі. Әртүрлі себептер айтуға болады, әртүрлі осы жасалған нәрсені қайталауға болады. Менің ойымша, жүйе, ынталандыру жүйесі болу қажет. Оған дейін келісілген, нақтыланған, бекітілген нәрсені іске асыру қажет. Екіншіден, ынталандыру жүйесі ол адамдардың назарын Қазақстан барлығын дамытқысы келеді. Көлік саласы, мұнай, газ, ауыл шаруашылығы, әртүрлі инфрақұрылымдық жобалар барлығын бірден іске асырғысы келеді. Бірақ өкінішке орай сиқыр ол болмайды. Екінші, өте маңызды оқиға. Біз әрдайым жасанды интеллект туралы айтқан кезімізде, біз әрдайым білім экономикасы туралы айтамыз. Осылай жылдам секірейік, жаңа экономикада тап болайық деген секілді ойлар. Осындай мантралар, олар Қазақстанда да қолданып жатыр. Бұл жердегі мәселе ештеңе бірден бір мезетте болмайды. Жаңа экономика болу үшін, жаңа даму болу үшін мемлекеттің ішінде сұраныс болу қажет. Егер сұраныс болмаса, экономикадағы таланттар, дарындар, егер олар басқа экономикада өмір сүреді, одан Қазақстан ештеңе ұтпайды. Не жасау үшін 3 элементтен тұрады. Қысқаша айтуға тырыстым. Пікірталас үшін Орталық Азия мемлекеттері бір нәрсені жасай алса болады, Қытай секілді. Біз Қытайға немесе басқа мемлекеттерге нарық үшін технологияны алмасу. Қытайдың ол нарықтарды жаулап алады, басқалар активтерді жаулауға тырысса, Қытай басқаша олардың тәсілдері ұзақ мерзімді. Себебі активтердің құндылығы ол нарықты қалыптастырумен айқындалады. Осы нарық болмаса, активтің құндылығы ертең 0 болады. Осы жағдайда, егер 5 мемлекет келісіп, олар келісілген саясатта қолданатын болса, нарық алмас, технология үшін нарық тәсілін қолданатын болса, рахмет сіздерге. Нақтылайтын сұрақ сізге, Константин мырза. Сіздің осы нәрселер жасадық. Біз білетінімізде Қазақстан осы уақытта сіздің қалай білім саласына қалай секіруге болады, қалай аттап кетуге болады деген секілді. Бізге көбінесе Қазақстан технологиялық даму қажет деген секілді мақсат қойып жатыр. Алдағы 3 жылда біз жасанды интеллект саласын дамытуымыз қажет деген секілді осындай ойларды айтып жатыр. Осы тұрғыда қандай дереу жылдам жеңістерді, жылдам жетістіктерге қол жеткізуге болады. Бұл Қазақстан өзінің алдында осындай мақсат ретінде қалай бағыттарды мақсат ете алады? Мүмкін жобалар ма, қандай да бір саясат па, сол арқылы осы саясатты проактивті етуге болады. Мүмкін ол ұсыным ретінде сіздің тарапыңыздан. Бір жағынан айтқандай ештеңе бір мезетте іске асалмайды. Иллюзиядан арылуымыз қажет біз. Жасанды интеллект барлығын құтқарады деген секілді ойдан арылуымыз қажет. Менің ойымша шешім қабылдайтын адамдар, министрліктер,
осындай бағдарламалар, осындай жасанды интеллект секілді жасанды интеллектпен барлығын дамытам деген ойға кенеліп жатыр. Қысқаша айтқанда, бізге нақты түсінікті, нақты шаралар қажет. Мысалға, жасанды интеллект Каспий жасанды интеллект институты деген бар, Әзербайжанда құрылған. Ол Сакар компаниясының негізінде. Ол алдыңғы жылы түсінікті ақпарат. Осындай жасанды интеллект институты қандай жасанды компания негізінде құрылса, ол тек қана Нью-Йорк ғана емес, мемлекет үшін осындай шешімдерді құратын компания болмаса, жасаңыздар. Екіншіден, жасанды интеллектті бизнесте ғана емес, бизнеспен бірлесе отырып жасау қажет. Мемлекет бір мезетте оны дереу іске асырады деген нәрсе болмайды. Ол ұзақ жолды қажет етеді. Яғни регуляторлық интеллект орталығы бойынша болған бизнесте тартылады. Бұл дұрыс нәрсе. Олар, егер де мәселе құқық иеленушілік, инвестициялық саясат мәселесіне келетін болсақ, бұл өте маңызды. Шынында да бұл бағытта саясат іске асырылып жатыр. Ол тек қана бір жақты ғана емес, оған әртүрлі зерттеу орталықтарда қатысып жатыр. Біздің бірқатар мысалдарымыз бар. Сонымен қатар одан бөлек бізде мемлекеттік қолдау көрсетіліп жатыр. Сонымен қатар мүдделі бизнестің де қатысуы бар. Бұл жерде мәселе кластерлік тәсілге келіп тіреледі. Бұл қазір өзінің жалғасын табуда. Өзінің соңғы сұрағымды Дастан мырзаға қойғым келеді. Дастан барлығы Қазақстан туралы көп нәрсені айтты. Біз сізге бір сұрақ қояйын. Мына қызықты сұрақ. Қазақстан стратегиясы бейтараптық көпір ретіндегі рөлі, батыс пен шығыстың арасындағы, ол тұрақты бола ма? Сол арқылы біз болашақта біздің проактивтілікті күшейтіп, және инвестициялық тартымдылық орны ретінде, немесе бұл осы күшті орталық Азия мемлекеттері бір тартымды мемлекеттердің бір ретінде халықаралық инвесторлардың тұрғысынан. Сұрағыңызға рахмет, өте қызықты. Оны бірқатар бөлікке бөлсек болады. Қазақстан басқа орталық Азия мемлекеттері секілді белгілі бар артықшылықтарды табиғаттан алды. Табиғаттың берген нәрсесін ол артықшылық ретінде алды. Екіншіден, географиялық орналасқан жерде белгілі бір артықшылық беріп отыр. Табиғи факторлар ретінде мен айтып отырғаным, біздің әрине сол жағымызда, шығыс жағымызда үлкен держава бар, оңтүстік жағымызда держава бар, мұхиттың ар жағында ақш бар, Еуропалық одақ бар. Осы факторлардың барлығы осы нарықтар орталық Азияның, Қытайдың дамуына мүдделі, логистикалық маршруттардан бастап, қандай да бір контенттерді айтатын болсақ, ешбір мемлекет стратегиялық контекстіде қандай да бір ресурстарды бере алатын мемлекетке зиян келтірмейді. Сол себепті бұл модельдің қаншалықты бейтараптық моделінің тұрақты болатынына көрсеткіші. Одан бөлек қазір
көптеген адамдар айтып жатыр. Қытай ол әлем фабрикасы, ол бүкіл әлем үшін барлық заттарды өндіреді дейді. Қытаймен бәсекелесудің ешкімнің қауқары жетпейді. Бұл тұрғыда Қазақстан арқылы өтетін барлық маршруттар, олар Азия, ақш және Азия, Қытай, Еуропа, Азия, қытайлық тауарлар транзит арқылы орталық Азиямен өтеді. Транскаспий халықаралық көлік маршруты бар бізде. Біздің де баламалы маршруттарымыз бар. Олар осы болашақта перспективада Өзбекстан арқылы, Қырғызстан арқылы өтуі мүмкін. Сонымен қатар бізде халықаралық көлік дәліздеріне теңдестірілгенбіз, кірістірілгенбіз. Осы тұрғыда мұнда осы факторлардың барлығы ынтымақтастығының қаншалықты маңызды екенін көрсетеді, бірлесе жұмыс жасаудың қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Сонымен қатар айтқым келетіні тағы бір сәттер. Біздің институтымыз жасанды интеллектпен айналысады. Жасанды интеллект министрлігінің еншілес компаниясы. Неге осындай жасанды интеллектке еге басымдық беріп жатыр десеңіздер, қазір техдипломатия деген термин қалыптасып жатыр. Ол дамыған мемлекет, жасанды интеллект саласында дамыған мемлекет, олардың болашақта осындай келіссөз жүргізу күші артықшылығы болады. Мұны бұлар көпіршік деп айтуы мүмкін, немесе артықшылық деп айтуы мүмкін. Осы орайда мен сізге айтып қойған артықшылықтың осы әзірлемелердің барлығы цифрландыру саласындағы соңғы 5 жылда олар бұл бағытта тоқтамауымыздың қажет екенін, біз техдипломатияның күшінің айқын болатынын көріп отырмыз, және біз қазір осы бұл бағытта дамытуымыз қажет. Рахмет сізге, Дастан. Менің 7 минутым бар. 7 минутты залдан қойылады. Сіздің микрофон бар, сұрақ қойсаңыздар болады. Нақты спикерге айтсаңыздар болады сұрақты. Сұрақ қою рәсіміне көшейік. Сұрақ қойғыңыз келсе, сіз белгілі бір спикерге жүгінсеңіз болады. И называйте себя, пожалуйста. Okay, you can just Thanks for your presentation. My name is Antonio Alonso. Рахмет, менің атым Антонио Рус. Мен Мадридтегі университеттің профессоры болып табыламын. Презентацияңызға рахмет, өте қызықты болды. Болашақ жұмысымызды түсіну тұрғысынан өте маңызды болды. Жаһандану мәселесі, бұл процесс, бұл қаншалықты бұл батыс мемлекеттер үшін пайдалы болады. Сіз сонымен қатар Қытай туралы айттыңыз. Қытай соңғы 20 жылда бұл бағытта белсенді жұмыс жасауда. Сіз сонымен қатар фрагментация, жаһандану туралы айттыңыз. Және менің сұрағым, егер де біз жаһандану мәселесіне келетін болсақ, қаншалықты ол мүмкін? Екінші сценарий ол фрагментацияланатын жаһандану әлемдегі Қазақстанның рөлі қандай, Орталық Азияның рөлі қандай болмақ? Бұл мультивекторлы саясаттың аяғы ма, әлде жаңа босы хаптың жаңа тарауы ма? БРИКС пен батыс мемлекеттерінің арасындағы. Себебі екі саясаттың блогы бар. Кім сұрақ қойғысы келсе, жауап бергісі келсе, жауап беруді сұраймын. Рахмет сізге. Ол ұзақ
талқылауды қажет етеді, шетімен жетпейді. Қысқаша болуға тырысамын. Біздің жаһандық сценарийіміз бар BCG-да. Біреуі болашаққа қайтып келу, бұл екінші мультиполярлы болып жатқан оқиға. Ол қазіргі BCG біз 10 жыл бұрын болған әлемге қайтып келеміз деп ойламаймыз. Менің ойымша бұл ойлау, саралау қажеттілігі бұл орталық Азияда кілтті хаб болады. Біз оның барлығымыз дамытуды қалаймыз. Ол сонымен қатар стратегиялық басқару осы өңірдің бұл өте маңызды. Бұл қолда бар позицияны қолдамайды. Себебі үлкен мемлекеттерді басқарғаннан гөрі шағын мемлекеттерді басқару өте оңай. Бұл мәселе егемендік мәселесі және сол мемлекеттің өзінің сол ынтымақтасуға деген талпыныстары, оның ішінде су хабы болсын, энергетикалық хаб болсын. Alexander Dergay, Berliner Zeitung, Berlin newspaper. I think I want to Мен Берлиннемін, Берлин жаңалық тарату каналынамын. Бұл сұрақ барлық спикерлерге арналған. Сіздер ол туралы айттыңыздар. Менің сұрағым украиналық қақтығысқа байланысты. Сіздердің ойларыңызша одан кейін не болмақ? Қандай да бір резолюция бола ма? Одан кейінгі сценарий қандай болмақ? Бұл орталық Азия үшін нені білдіреді? Мемлекеттер қалай осы тұрақтылық мәселесін, тұрақты даму мәселесін, көлік дәлізін, батыспен бұл мәселенің барлығын қалай шешпек? Қақтығыс аяқталғаннан кейін мүмкін ол солтүстік дәліз болатын шығар, ол орталық Азия арқылы өтетін дәліз болмақ. Кім жауап бере алады? Жалпы алғанда Украинадағы қақтығыс ол Ресей мен Еуропаның арасындағы қарым-қатынасты айқындады. Ол орталық Азия мен Ресейдің Украинаның Қытаймен қарым-қатынасына әсер етпейді. Осы біз Украиналық қақтығысты өңірлі қақтығыс ретінде қарастырамыз. Ол бізге әсер етеді, бірақ көбінесе бұл моменталды әсерлер, бір мезеттік әсерлер. Орталық Азия мемлекеттері бұл қақтығыстың басталған кезінде таң қалды. Ресей біздің Украинадан кейін біздің мемлекеттерімізге шабуыл жасай ма деген секілді сұраққа кенелдік. Біз 3 жылдан кейін олардың Ресейдің Кеңес одағын қайта қалпына келтіру керек деген секілді ойлардың жоқ екенін түсіндік. Бірақ дегенмен бұл қақтығыс орталық Азия мемлекеттеріне Қытай мен Ресей арасындағы алмасу орталығы болуға мүмкіндік берді. Бұл көптеген экономикалық дамуға деген жаңа серпін берді. Және орталық Азияда осыдан кейін біз көріп тұрғандарымыздай бұл сәтті біз түсініп тұрмыз. Біз бұл қақтығыстың белгілі бір күн аяқталатынын білеміз, бірақ ол қазіргі сәтте тоқтап әлі күнге дейін бітпей жатыр. Украиналықтар жеңілгісі келмейді, ал Ресей одан әрі тоқтағысы келмейді. Біз қашан екі мемлекеттің келісімге келетінін білмейміз, ол әрі қарай жалғасатын түрі бар. Бұл өте сезімтал мәселе. Мен кеше айтқанымдай, ең жалғыз өлшем, қашан
бұл соғыс аяқталуы қажет. Бұл адамдардың өмірі. Себебі әрбір соғыс, әрбір қақтығыс ол адамдардың осы мәселені ойлай бастаған кезінде аяқталады. Екі мемлекет, екі тарап ол туралы ойлау қажет. Бірақ қазір біз үшін айтқанымдай, бұл қақтығыс егер де өзіңе сүйенсең, өзіңнің ресурстарыңа, күшіңе сүйенетін болсаң, бір күні сен шабуылға тап боласың. Батыстан, шығыстан, солтүстіктен маңызды емес. Сізге қауіп төнуі мүмкін. Сол себепті сіз барынша ынтымақтасуыңыз қажет. Міне алыс қашықтығы, оның қатар Орталық Азия, Ауғанстан секілді мемлекеттермен ынтымақтасуыңыз қажет. 3000 жыл бұрын біз барлығымыз бір мемлекет болдық. Барлығы ортақ болды. Бір өңір, бір тіл, біз өзіміздің 3000 жылдық тарихымызды біз басарта алмаймыз. Біз ұзағырақ талқыласақ болады, бірақ өкінішке орай келесі сессияларда, келесі біздің тағы да уақытымыз болады деген ойдамыз. Кофе брейк кезінде пікір алмасуға, ой алмасуға, спикерлерімізбен. Енді біз барлық қатысушыларымызға, спикерлерімізге зор ризашылығымды білдіргім келеді. Сіздердің осындай жан-жақты ойларыңыз үшін, пікірлеріңіз үшін. Олардың құрамында шында да кілтті ойлар болды, кілтті көзқарастар болды. Оларды біз өзіміздің жұмысымызда әрине ескеретін боламыз, қолданатын боламыз. Сіз өзіміздің веб-сайтымыздан да көрсеңіздер болады, біздің social media сайтымызға кірсеңіздер болады. Онда Instagram, Facebook, Telegramда барлық ойлар осы медиа сайттарда жарияланатын болады. Рахмет сіздерге. Абдикадир мырза, Янчен мырза, Константин Полоний мырза, Дастан мырза. Біздің институттың атынан сіздерге көп-көп рахмет. Бір-бірлерін әрі қарай байланысты жалғастырып, рахмет аудиториямызға. Біздің осы сессиямызда алғашқы бастау өте қиын, дегенмен сессиямыз өте жемісті, қызықты болды. Рахмет сіздерге.